Баршаңызға сәлем, сіздермен Ақнұр Шамбыл. Бүгін болгарлық қарачайлардың ұлттық тағамы хычиныйдың жасалу рецептісімен бөлісетін боламын. Алдымен, егер де сіздер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, дәл қазір тіркеліп, қоңыраушаны басып жаңадан шыққан видеоларды көріңіздер. Хычиныйды жасау үшін бізге ұн, сыр, картоп, май, зелень және де тұзды су керек болады. Алдымен тазартылған картопымызды қайнатуға қоямыз. Біздің картопымыз қайнағанша біз қамырмен айналысатын боламыз. 300 грамм електен өткізілген ұнымызға 200 грамм тұзды суымызды 2-3 бөлікке бөліп, араластырып жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Біздің қамырымызға басқа артық еш нәрсе қоспаймыз. Тек ұннан және тұзды судан тұратын осындай жұмсақ қамырды илеп шығамыз. Қамырларымызды жақсылап араластырып алғаннан кейін оны демалдыруға жібереміз. Демалдыруға жібермес бұрын бір қасық майымызды қамырдың үстінен құямыз да осылай илеп аламыз. Және демалдыруға бетін жауып 10-15 минутқа қоя тұрамыз. Осы аралықта біз начинка дайындайтын боламыз. Менде моцарелла сыры, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша сырдың түрін өзгертулеріңізге болады. Осылай күштен өткізіп аласыздар. Кейін оның үстіне зелень саламыз. Және де барлығын дайындап алған уақытында біздің картопымыз піседі, және осылай картопымызды біз пюре жасаймыз. Езілген картопымызды сырымыздың үстінен қосамыз. Начинкаларымыздың татымына қарай тұз қосамыз, және де өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша бұрыш қосуларыңызға да болады. Барлығын араластырып болғаннан кейін біз қамырымызды және начинкаларымызды теңдей бөліктерге бөлеміз. Менде 6 дана шықты. 6 дана қамырымды мен алдымен жайып аламын, және осының ортасына начинканы саламын да түйіп шығамын. Оқтауымның көмегіменен жайып шығамын. Бұл өте жұмсақ қамыр болғандықтан абайлап ақырындап жайғандарыңыз дұрыс. Шеттері жыртылып кетуі мүмкін. Өзімнің сковородкамның бойы бойынша дөңгелетіп, кішірек етіп жайып шығамын. Барлық қамырларымды жайып болғаннан кейін мен табамды қыздыруға қоямын. Негізінде бұл хычинылардың жасалу қуыруының екі түрлі әдісі бар. Бірі құрғақ табада, оның атауы таба хычин болса, екінші түрі майда қуыру, яғни джоу чаюн деп аталады. Оны құйрық майда пісіретін боласыздар. Сонымен қатар тек қана суға иленген емес, сонымен қатарда қамырды айранға немесе сүтке де жасауға болады. Ол қамырлар біздің осы суға жасалған қамырларға қарағанда 2 есе үлкен болып өсіп шығады. Табаға қуырылатын біздің хычиныларымыздың түрі қазіргі жасап жатқаным, олар қызып тұрған табаға салған кезде біздің қамырларымыздың арасына ауа кіріп көтеріліп шығады. Үлкен шарик формасында көтеріледі. Сіздер енді оны вилканың көмегімен тесіп шығасыздар. Бұл хычинылардың 40-тан аса түрі бар. Олардың начинкалары өзгеріп тұрады. Етпен, сырмен, тек қана зеленьмен, немесе ірімшікпен, капустамен жасалынады. Сонымен қатар тек қана осындай тоқпастар ретінде емес, сонымен қатар десерт түрі де бар екен. Олардың ішіне жеміс-жидектерді салады. Осылай хычиныларымызды табаға пісіріп болғаннан кейін ортасына міндетті түрде май жағамыз. Бұл хычинылар болгарлық қарачайлардың ең қадірлі тамағы болады, ұннан жасалған. Егер де бұландай хычинылар олардың дастархандарда тұрмаса, олардың дастархандары кедей дастархан болып есептеледі екен. Сонымен біз хычиныларымыз дайындап біттік. Өте дәмді, өте тойымды болып шықты. Баршаңызға ас болсын. Сіздермен Ақнұр Шамбыл.